Сәлем достар, бүгінгі сабағымызда біз Python'da Windows операциялық жүйесін орнататын боламыз. Python.org сайтына кірейік. Так, Downloads деген жерде мұны қарасаңыздар, Windows'да уже сіздерге ұсынып тұр. Осыны көшіріп орнатсаңыздар болады. Немесе басқа версиясын, басқа нұсқасын орнатқаныңыз келсе, онда міндетті түрде Windows сілтемесінен басасыздар. Және мысалы соңғы версиясы сіздерде бірінші тұр, үшінші Python 3-те соңғы нұсқасы 3.10.2 екен, Python 2-де 2.7.18 екен. Егер қажет болса, алдыңғы нұсқаларға көшіру керек болатын болса, сәйкесінше Windows 32 разрядты Windows'ға көшіруге болады, немесе 64 разрядты Windows'ға көшіріп алсаңыздар болады. Кез келген нұсқасын. Енді біз соңғы нұсқасын көшіріп алайық. Жарайды, бұл бізде жай сілтеме екен, мына жақтан көшіре беруге болады. 3.10.2. Так, 3.10.2 AMD64-exe и сохранить файл дейміз. 3.10.2 AMD64. Так, қараңыздар. Сіздер Python'да қай жерде орналасқанын біз не істеу керекпіз? Paths'қа көрсетіп кету керекпіз. Add Python 3.10 to paths. To paths. Қараңыздар. Соны қосып кетейік. Давайте custom initialization. Yani customize installation. Не орнату керекенін көрсетеміз. Барлық инструментті орнатайық. Pip бізге керек болады. Бұл пакетті менеджер, документация бола берсін. TCL-тегі idle қосыла берсін. Next. Add Python to environment variables дейді. Яғни біз қостық. Окей. Басқа керек емес. Мына жерде давайте папканы орнатайық. Көрсетейік басқа жерге. Давайте оны біз... Так, мен локальный дискта. Пульт Lenovo'ның ішіндемін мен қазір. Так, осы жерге мен папка құрайын. Python Systems дейсің. Окей. Кез келген ат берсеңіздер болады әрине. Мен Python Systems'тен. Окей. Яғни as users Lenovo Python Systems. Әрине сіздер өздеріңіз келгізілген ыңғайлы жерге орнатсаңыздар болады. Install. Окей, close. Енді қараңыздар, команд строканы ашып көрейік. Осы жерге Python бізде қай версия екенін көреміз. Version 3.9.10 дейді. По идее біз 3.10.2-ні орнаттық. Біз Python'ды қосып көрсек те бізде 3.9.10 шығып тұр. Демек, бізде бірнеше Python интерпретатор бар деген сөз системада. И оны 3.9.14 бізде қосылып тұр. Так, Python 3 десек те тура сол нұсқа шығып тұр. Давайте paths тексеріп көрейік. Ол үшін біз система о программе. Так, дополнительный параметр системы кірейік. Так, перемен среда, наверное, бізде. Так, мынаны қараңыздар. Python системіміз бізде осы жерде орнатылыпты. Яғни мына екеуі орнатылған біздегі. Жақсы. Бірақ оның приоритеті бізде төмен болып тұр. Мына жақта paths'тың ішінде. Возможно, MinGV64-тікін қолданып тұру мүмкін. Так, MinGV64-ті көрейік біз. Мүмкін соның ішінде болған болуы мүмкін.
Біз алдында MinGV'де орнатқан болатынбыз. Бинарный файлға кіріп көрейік. Мүмкін осының ішіне Python бар шығар. Иә, 3-9 осыны көрсетіп тұр екен. Демек, біздің Python деп терген кезде бұл жерде автоматически мына жерде MinGV'дағы Python'ды қосып тұр. Бұл уже бізде конфликт. Сол үшін былай істейік. Мына жердегі патсты көшіріп алайық. Сөйтіп, мына жердегі патсты не істейік? Өзгертейік. Немесе керісінше. Біз мына жердегі наоборот, мына жердегі патсты может көшіріп алып. Бұны біз жойып тастайық. Сөйтіп мына жердегі патсқа қояйық. Яғни ол патсты біз төмен жаққа қояйық. Сонда бізде бірінші мына жақтан іздей бастайды, одан кейін барып төмен жақтан іздейді. Так, тексеріп көрейік. Так, команда строканы біз қайтадан басынан бастаймыз. SMD. Давайте Python версия тексеріп көреміз. Бізде 3-10-2 жұмыс істеп тұр. Яғни 3-10-2 бізде жұмыс істеп тұр. Давайте. 2-ның мысалы 3 дәрежесі істейді. Окей. Яғни өзімізге қажетті нұсқаны қойып алдық. Осымен жалпы Python интерпретаторын біз Windows операциялық жүйесіне орнаттық.